Баршаңызға қайырлы күн. Пайдалы құрамында темірі көп, глютенсіз, қантсыз, қант диабетінің екінші түрімен ауыратын адамдарға, салауатты өмір салтын ұстайтын адамдарға арналған пайдалы нан дайындайтын боламыз. Қоңырауша белгісін басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажет чечевица, кунжут, псилиум, зәйтүн майы, қопсытқыш, ас содасы, лимон қажет болады. Чечевицаны суға салып, бір түнге қалдырамыз. Жақсылап жуып, үстіне зәйтүн майын, тұзды қосып, блендердің көмегімен бір текті болғанша жақсылап араластырамыз. Чечевицаның құрамында көптеген дәрумендер, темір, магний, мырыш кездеседі. Ол анемияның алдын алады және гликемиялық индексі төмен диабетиктерге арналған таптырмас тағам болып саналады. Қопсытқышты, лимон жырын және псилиумды қосып, блендермен жақсылап араластырамыз. Ас содасында қосып, жақсылап араластырып, 20 минутқа қалдыратын боламыз. Гликемиялық индексі қандағы қант деңгейін тұрақтандырады. Ағзадағы жаман холестеринді азайтады. Жүрек қан тамыр жүйесінің ауруы мен колоректалды қатерлі ісіктің алдын алады. Бізде осындай масса пайда болды. Осыны дөңгелектеп нанның формасын жасайтын боламыз. Және үстіне кунжут себеміз. 180 градус пеште 1 сағатқа пісіріп алатын боламыз. Және барлық масса дайын болғаннан кейін оны 20 минутқа қалдыратын боламыз. Міне біздің пайдалы, өте дәмді нанымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сонымен қатар бұл нанның құрамында ақуыздар, В тобының, К тобының дәрумендері көп мөлшерде кездеседі. Қоңырауша белгісін басып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.